Қайырлы күн достар, дәмді рецепт арнасына қош келдіңіздер. Бүгін жаңа жылдық дастарханға арнап, өте әдемі әрі ерекше дәмді красная шапочка салатын дайындаймыз. Бұл салатты дайындау үшін бізге піскен сәбіз бен картоп, 1 дана анар, тауықтың піскен төс еті, 2 жұмыртқа, ірімшік, грек жаңғағы және майонез қажет. Грек жаңғағын майдалаймыз, яғни блендерден өткізсек болады, немесе оқтаумен езіп алсақ та болады. Ірімшікті үккіштен өткіземіз. Жұмыртқа мен тауықтың төс етін майдалап 4 бұрыштап тураймыз. Картоп пен сәбізді майдалап турап аламыз. Енді осындай креманка ыдысына 2 ас қасықтан картопты саламыз. Үстіне 1 ас қасықтан сәбізді саламыз. Енді майонезді жағамыз. Майонезді осындай қалташаға салып, жаққан өте ыңғайлы. Содан соң 1-2 ас қасықтан тауықтың төс етін саламыз. Оның үстіне жұмыртқаны саламыз. Енді майонезді жағып шығамыз. Енді грек жаңғағын саламыз. Достар, грек жаңғағын көп салуға кеңес етемін. Өйткені грек жаңғағы және анар осы салатқа өте ерекше дәм береді. Неге 2 қасықтан салдым. Енді үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті саламыз. Содан соң кішкене ғана майонезді жағамыз. Салаттың үстін анармен безендіреміз. Анарды көбірек салсаңыздар да болады. Бұл салатқа ең бастысы тәтті қып-қызыл анарды қолданған дұрыс. Салат өте дәмді болады. Жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Жаңа жылдық дастарханда өте әдемі болып тұрады. Мінекей біздің салатымыз дайын болды. Қараңыздар, қандай әдемі. Достар, егер де рецепт ұнаса, лайк басып, пікір жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа жылға арналған видео рецепттері өте көп болады. Сондықтан каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.